Інжу біздің сыныпқа жаңадан келіп тұр. Бүгіннен бастап осы сыныптың оқушысы. Қош келдің, Інжу. Мына дәптер мен қаламды ал. Рахмет, апай. Мен мына тапсырманы жасай алмай жатырмын. Мен саған көмектесейін. Жақсы болар еді. Көп рахмет. Қане, көрсетші. Мына жерде қосу керек. Түсіндім, рахмет. Жақсы, дұрыс. Інжу, сен уайымдама, барлығы жақсы болады. Біздің мектепте балалар да жақсы жандар. Мен сені достарыммен таныстырамын. Рахмет, Улан. Ешқашан. Бұл менің достарым. Танысып қой, Інжу. Сәлем, Інжу. Сен сыныпқа жаңадан келген қыз емессің бе? Танысқанымызға қуаныштымыз. Мен де. Жүріңдер, достар, сыныпқа жүріңдер. Балалар, назар аударыңдар. Бүгін біз өте қызықты әрі маңызды жобалық жұмысты бастаймыз. Бұл тапсырма сендердің білімдеріңді көрсетуге жақсы мүмкіндік береді. Іске сәт, балақайлар. Келесі аялдама орталық көшесі. Оның ішінде жоба жұмысын бар еді ғой? Мұнда да жоқ, қайда кетті екен? Жоқ, қатты қиналып тұрмын. Ертең мұғалімге не айтамын? Енді бәрін басынан бастауға күшім жете ме екен? Інжу, неге көңіл күйің жоқ? Не болды? Мен сөмкемді жоғалтып алдым. Ішінде жасаған жұмыстарым бар еді. Барлығы заяға кетті. Уайымдама, Інжу, шешімін табамыз. Сенімдісің бе, Улан? Әрине, біз біргеміз. Рахмет, Улан. Бірге шешеміз. Дұрыс айтасың. Балалардағы Інжуде қиындықтар болып тұр. Жоба жұмысын қайта жасап шығуға көмектесуіміз керек. Әрине, Улан, достар қиын кезде жаныңнан табылады. Иә, бәріміз көмектесеміз, бірге жасаймыз. Қараңдар, ағаштың суреті әдемі шыққан сияқты. Иә, жақсы шығып жатыр. Жарайсыңдар. Жобалық жұмыстарың жоғары деңгейде жасалған. Балалар, сендерге көп рахмет. Сендер сияқты достарым бар болғанына ризамын.